Сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары. Бұл сабақта біз сіздермен English Class 5 workbook Unit 9 Reading for Pleasure тарауына байланысты 60-шы беттегі жаттығулардың жасалу жолымен және жауаптарымен таныс боламыз. Now let's begin. Сабақты бастамас бұрын осы каналға тіркеліп, егер де сабақ ұнаса, видеоға лайк басып кетулеріңізді өтінемін. Now exercise 1, complete the words about types of writing. Төмендегі сөздерде кейбір әріптер түсіп қалған, соны толықтырып жазуды сұрап тұр. The first, crime novel. The second, legend, poem, fairy tale, comic book, play, horror, classic novel. Yes. Next, exercise 2. Complete the questions with the correct WH words. Яғни төменде берілген арнайы сұрау сөздермен арнайы сұрау сөйлемдерді толықтыруды сұрап тұр. The first. Who is your class teacher? Сенің сынып жетекшің кім? Miss Омарова. The second. Which subject do you like best at school? Мектепте ең саған қай пән ұнайды дейді. I like biology. Маған биология ұнайды. The third. Why do you like this subject best? Сен не үшін бұл пәнді ұнатасың? Because I am interested in animals. Себебі маған жануарлар ұнайды. The fourth, how do you get to school? Сен мектепке қалай жетесің? I take the bus. Мен автобуспен жетемін. The fifth, what do you eat for lunch? Сен үзіліс түскі асқа не жейсің? I usually have a school lunch. Мен әдетте мектепте тамақтанамын. Немесе сіз the sixth, where do you go during break time? Үзілісте сен қайда барасың? I go to the playground with my friends. Мен достармен бірге ойын алаңына барамын. And the seventh, when do you do sports at your school? Сен мектепте спортпен қашан айналысасың? I do sports on Wednesdays afternoon. Мен спортпен сәрсенбі күндері түстен кейін айналысамын дейді. The third, write your own answers to the questions in exercise 2. Екінші тодағы сұрақтарға өзің туралы жауап беруді сұрап тұр. Now, бірінші сұрақ, сенің сынып жетекшің кім деген? Сіз Miss деп өзіңіздің сынып жетекшіңнің атын жөнін жазасыз бос орынға. Next, which subject do you like the best at school? Мектепте қай пән сізге ұнайды? I like деп өзіңіздің сүйікті пәніңізді жазасыз. Содан кейін барып, және де үшіншісінде не үшін ұнайды ол пән сізге? Соның себебін жазасыз. Мысалы, I like history because I am interested in history. Yes, маған тарих пән ұнайды, себебі мен тарихқа қызығамын деген сияқты. The fourth, сен мектепке қалай жетесің? I go to school on foot, or by car, or by bus. Яғни жаяу, көлікпен немесе автобуспен. Үшеуінің біреуін таңдасаңыздар болады, өзіңізге байланысты. The fifth, сіз түскі асқа не жейсіз? I have a school lunch деп жаздым, яғни мектептегі тамақты жеймін деп. Немесе бұл жерде сіз сэндвич, бургерс деген сияқты hot dogs деп жазсаңыз болады, мына school lunch деген сөздің орнына. Next, бұл жерде where do you go during break time? Мен бұл жерде сіз немен айналысады деп ойлап қалдым да, қазір өзгертеміз. I go to library. Үзілісте мен кітапханаға барамын деген сияқты жазсаңыз болады. Next, and last one. Мектепте қай уақытта спортпен айналысасың? We do sports on деп мына жерге кез келген апта күнін жаза аласыз. On Mondays, Sundays. Next. Exercise 4, complete the crossword. Яғни төмендегі crosswordты толықтыр дейді. Яғни бұны 3, 5, 8 сөздерді сіздер көлденеңінен жазасыздар. I wear it around my neck. Мен оны мойныма тағамын. It's a necklace. The third. I wear them in my hair. Мен оны шашыма тағамын дейді. Мен оларды шашыма тағамын. It's braids. Шашбаулар. And the eighth, I wear it around my waist. Мен оны беліме тағамын. It's belt. And бұл сөздерді сіз көлденеңінен жазасыз. 3, 5, 8 деген жерге. Одан кейін енді тігінен.
I cut bread with it. Мен онымен нан кесемін. Knife, пышақ. I can climb up it. Мен онымен мен жоғары өрлей аламын дейді. Mountain. I tidy my hair with it. Мен онымен шашымды жаңағы ретке келтіре аламын. Comb, тарақ. I can tie things with it. Мен онымен әртүрлі заттарды байлай аламын. Rope, арқан. I can get wool from it. Мен одан жүн ала аламын. It's sheep, yes. Қой. Енді бұл сөздерді мен ретімен жаздым. Сіздер мынау сандарға байланысты тиісті орнына жазып жаздыр. Exercise 5. Match the words to make phrases. Сөз тіркесін жасау үшін бірінші баған мен екінші бағандағы сөздерді мағынасына сәйкес сәйкестендірді сұрап тұр. Exercise 5. The first. Start a job. Яғни жұмыс істеуді бастау. The second. Go to school. Мектепке бару. Have children. Балалы болу. Graduate from college. Колледжда яғни бітіру. Get married. Үйлену. Немесе тұрмысқа шығу. Take exams. Экзамен тапсыру. Go to school. Мектепке бару. Next. Exercise 6. Complete the lifeline with phrases from exercise 4. Мынау өмір жолын бесінші жаттығуға сөз тіркестеріне байланысты мынау өмір жолын толықтыр дейді. Адамдар бірінші born, yes, дүниеге келеді. The second, go to school, мектепке барады. Take exams, go to college, graduate from college, start a job, get married, have children, retire and die. Бүгін біздің өмір жолымыз осындай болады екен. Осымен сабағымыз аяқталды. Егер де сабақ ұнаса, видеоға лайк басып, келесі сабақты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп кетіңіздер. Келесі сабағымыз 61-ші бет past simple өткен шақтағы байланысты жаттығуларды орындаймыз. Goodbye.